Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағының тақырыбы негізгі және туынды сын есімдер. Тақырыппен жақынырақ танысу үшін сын есім туралы бейнефильмге назар аударайық. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге Л, Д, Т, С жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Балалар, фильмнің кейіпкерлері Мерей мен Дана. Осы фильмнен Мерей мен Дана туралы не білдік? Мерей ақылды оқушы. Қандай оқушы? Ақылды оқушы. Қандай деген сұраққа жауап бергендіктен бұл сын есім. Ақылды деген сөздің түбірі ақыл, ды, жұрнақ. Сондықтан бұл сын есім. Туынды сын есім. Себебі түбірге жұрнақ жалғанып тұр. Ал Дана туралы не білдік? Дананың күшігі әдемі. Күшігі қандай? Әдемі. Әдемі деген сөз түбірі әдемі. Түбір сөзден жасалғандықтан бұл сын есім, негізгі сын есім болады. Олар қандай балалар екен? Олар көңілді достар. Қандай достар? Көңілді достар. Көңіл деген түбірі ді жұрнақ. Түбірге жұрнақ жалғанып тұрғандықтан бұл сын есім туынды сын есім. Ал енді осы үш сөзді салыстырайық. Ақылды, көңілді. Бұл сөздерде жұрнақ бар. Сондықтан бұл сын есім. Сын есімдер туынды сын есімдер болады. Ал әдемі деген сөз негізгі сын есім, себебі тек қана түбірден жасалған. Жақсы балалар. Сонымен балалар, біз бүгін қазақ тілі сабағында сын есімнің түрлерімен таныстық. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Ал түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Енді есімізде сақтаймыз. Келесі кездескенше дейін сау болыңдар.